шығайын десем бір көріп қалам да, сондай сияқты нәрселер ғой енді. Сол моменттерде бір сөйлесулер болды, шықтық, жүрдік, бірақ болмады, короче. Сөзің ашығы, сот, енді оны өтіріксіз. Оны көрдім деп енді әр жерге бара бермейтін шығарсыз, енді кішке сыйластық танытпайсыз ба, ана жаққа келіп отқасын. Енді Көлсайға барғанымыз бұл достарымызбен бардық, бірақ енді ана жерде сурет түскен, ол жеке бір әңгімелесу болды. Бұл Көктөбеде болды. Көктөбе? Көлсайда да болыпсыз? Жоқ, Көлсай ол достарымызбен, короче, жеке Көктөбеде де Көлсайда да үлгергенсіздер, Жоқ, қарасаңызшы, мен сөзін қараңызшы. Көлсайға барғанымыз бұл достарымызбен бардық. Вот, общий таныстар бар деген сияқты ғой. Вот, солай. Жақсы. Олсахан, Айгерім, таныстық жалғаса ма? Мен бірақ Айгерім сізге айтайын, ол қызбен неге танысып біткен. Просто мен сізді бір алдағаным, жаңағы жарты жылдап айтып, негіз солай болған, бірақ соңғы сөйлесім сол бір ай ма, 20 күн дей ма болды, короче. Бір ауыз енді маған айтуыңыз керек кеше. Өзіңіз де айттыңыз ғой, мен прямой человекті ұнатамын деп, мен де айттым, прямо айтқанды ұнатамын дедім. Басын ашып сөйлегеніміз дұрыс болады дедім. Енді мына жақта өзім сыйламайтын адамды білмей тұрмын, Балауса ханым. Мысалы, қараңыз енді, мен қазір басқа кісімен кездесіп жүрсем де сізге де неприятно болады ғой. Или айтып қойсам, жарайды, осындай уақытта мен кездескен болатынмын десем, сізге ескерту ретінде жарайды дейсің едіңіз. Енді мына жақта өзі не қалайтын білмейтін жігітпен, әр қызға секіріп, андай құрбақа ұқсап, надан наған секіріп жүре беретіндей жігіттермен енді Балауса ханым, мен өзімді қимаймын. Тоқтайды, таныстық тоқтайды. Яғни таныстық тоқтайды. Ақылбек, естідіңіз ғой, таныстық тоқтайды деп жатыр. Бұл енді... Не айтасыз? Мен олай негіз секірген жоқпын. Бұл мен өзімді құрметім, мен общительный адам болып, мен осы кісілермен амандастым. Тек қыздармен амандасқаным көрініп қалып тұрмын. Жоқ, Ақылбек, мен сізге сыйластық таныттым, бірақ сіз жақтан сыйластық көрмедім. Сол үшін таныстық тоқтайды. Өйткені мен айттым ғой, әр қызға секіріп жүретін, өзің не қалайтын жігітті мен де қаламаймын. Жақсы, рахмет. Болды онда, Балауса ханым, барлықтарыңызға рахмет. Айгерім, сізге де рахмет осылай бір күн таныс үшін. Вот, басқа сіздерге айтарым жоқ, бірақ мен білмеймін, не жерден да жұрт не ойлайды, сіздер не ойлайсыз дегендей, менің ақпын мен, короче, все. Жақсы, Ақылбек, келгеніңізге рахмет, батылдық танытып сізді шығарып салайық. Бақытты болыңыз. Жақсы. Жақсы, қолдағандарың үшін. Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз және де шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы. Сәттәулет. Арыс. Ақерке. Тағы кім? Елдар. Дәулет деп жатыр. Жақсы, көп шуламайық. Нұсқалар өте көп. Зарина деп жатыр енді. Диора деп жатыр. Жансая деп жатыр. Үміткердің таңдауы. Ақерке. Қалайсыз, Ақерке? Сіз дегенде, не деген бұл қолдау, шу, қатты қалап отыр екен сізге үміткер келген. Қолдап отырған жоқ негізі. Неге? Шындап бір іштегі әңгімені естісеңіз, негізі қолдап жатқан жоқ бұлар. Не деп жатыр? Негізі бір маған жамандық тілеп жатқан сияқты ма, бір сондай маяк кеп жатыр да. Негізі бұлардың барлығының тілеуі бір адам келсін деп жатыр да. Бірақ мен енді шыққан кезімде де қорқып калимамды айтып шықтым негізі. Бірақ мне кажется, білмеймін, Балауса ханым, енді алдыңғы жолы сіз айтып едіңіз ғой. Үміткер таңдауға жаңа күтуге дайынсың ба деген сияқты. Қалай болады екен бұл деген сияқты қылып отырмын енді. Бір жылдық арақатынастан шыққан кеше ғой, бәрібір деген сияқты ғой. Сіз дайын емессіз ба? Білмеймін енді, бәрібір сонда да бір түрлі халықтың да тарапынан болатын сияқты. Өте үлкен хейт. Ақерке, сен хотя бы бір апта күтпей тұра алмадың ба деген сияқты қылып. Содан кейін... Бірақ Ақерке, соңында бақытты болып жатсаңыз, ол кісілер тілеулестеріңіз болып шығады. Бірақ менің сізге айтарым, өзіңіз іште не сезініп тұрсыз? Осы мен дайын емеспін, ау. Ешкімді кездесуге барып жүруге шамам жоқ десеңіз, барлығы ішіңізде жауап бар деп ойлаймын.
Дайынсыз ба қабылдауға? Қатысушылар тыныш. Білмеймін, Балауса ханым, маған негізі ойландым, бәрібір бір болмайтын дүние сияқты болып қалды ғой, енді ол нәрсе бір ескіде қалып кетті, бірақ сонда да кішкене расымен де халықтың пікірінен де, содан кейін ол кісінің ата-анасынан да бір негізі ұялыңқырап отырғаным бар негізі. Демек, әлі де үміткер қабылдауға дайын емессіз. Иә, хотя бы бір аптадай толыққанды енді бәрібір табаланып, ондай қып бір болады ғой, бір ол адамның да бір мазағы болғым келмейді деп айтқым келеді. Жақсы, жайғасыңыз. Бірақ шымылдық ашылмайды, жабық күйінде қалсын. Тағы да келген үміткер бар бізде. Бұл жолы Барыс, Зарина, Ринат деп жатыр. Жансая, Елдар деп жатыр. Кім болды екен? Аида деп жатыр. Үміткердің таңдауы. Бекзат. Ой, Бекзат. Қуаныштан жарылып Алар кетесіз. менен құтыламай жүр ма бұлар? Солай сияқты. Сонша айтергенше. Дайынсыз ба сіз? Дайынмын ғой әрине. Қарсы аламыз ба, шақырамыз Қарсы ба? алайық, иә. Бекзаттың үміткері, келіңіз. Қош келіпсіз. Қош көрдік. Сұлу қыз ортаға келді. Есіміңіз? Асем, Әсем, жасыңыз нешеде? 21-де. 21-десіз, қай жақтың тумасысыз? Ақтау қаласы. Ақтаудансыз. Және де неге Бекзат? Бекзатты жалпы бақылап жүргем сырттай. Осы кісімен танысып көргім келді. Бекзат, сұрақтарыңыз? Әсем деді ма? Әсем, қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге өте көп рахмет. Күшті негізі әділетпен кішкене аттас болады екен біздің қызымен деп атқан ғой, енді күшті жүреміз да. Негізі Ақтаудан сізде, жасыңыз 21-де, бұрын соңды қатынаста болғансыз ба, немесе неде, ара қатынаста, тұрмыста деген сияқты? Иә, тұрмыста болғанмын. Балаңыз? Бар. Балаңыз бар, иә? Жас қаншада? 2-де. Аха. Айырылысқаныңызға қанша уақыт болды? 2 жыл болды. 2 жыл болды. Аха. Қазіргі таңда Алматы қаласында немен айналысып жатырсыз? Жұмыс? Иә, SMM саласында контент-мейкер болып жұмыс жасаймын. Хорошо, аха. Ата-анаңыз біледі ғой негізі осында келгеніңізді? Біледі, иә. Аха. Ешқандай қарсылық жоқ? Қарсылығы жоқ. Аха. Отбасылық өмірге қалайсыз негізі? Ауылда тұруға, ата-анамен бірге тұруға? Қарсы емеспін негізі. Барлығы жақсы болып жатса, ата-енемен бірге тұруға қарсы емеспін. Аха. Балаңыз өзіңіздің қолыңызда негізі қазір, Қазір қолымда емес, ата-анамның қасында. Ақтауда яғни? Иә. Хорошо. Сұрақ? Қатысушылар бола ма? Оразғали? Иә, қайырлы күн барлықтарыңызға. Бірінші сөйлеппін ғой бүгін айтпақшы. Саламатсыз, қош келдіңіз. Не ғой? Мен сізден сұрайын дегенім, біздің Бекзат негізі Қызылорда өңірінің тумасы. Сізге негізі қай өңірдің жігіттері жаныңызға жақынырақ? Или сіз таңдамайсыз ба ондай? Таңдамаймын. Мен айта кетсем, Бекзат жалпы жаңа енді ажырасқан дегенді естіп қалған кезде сәл-пәл бүйтіп салысуға кеткендей болды да, ол сенде категорический қарсылық ба? Негізі талаптарыңда? Негізі талаптарымда, иә. Енді нақты бұлай қадалып қалған жоқпын ол нәрсеге, бірақ та барынша деп айтқан болатынмын да. Өйткені бірақ та сөйлесе келе әңгімеме жарасып жатса мүмкін барлығы. Дәулет. Әсем, қош келдіңіз. Бекзатты не үшін таңдап келдіңіз? Одан кейін сізге де сұрақ, Бекзат. Енді бойы ұзындау екен негізші.
Сен бойға қатты қарайсың ба, бойы кішкене ұзынырақ болса қалай саған негізі? Көреміз ғой. Ринат. Саламатсыз, Әсем, қош келдіңіз. Негізі Бекзатқа мен таңғалып отырмын, Балауса ханым. Негізі Бекзаттың өзі осы жерде үзілді кесілді сен айтқансың. Мен ажырасқан адамдарды қабылдамаймын. Мадинада ажырасқан біз онымен келмейміз деген әңгіме қозғаған сөйтті. Енді жаңа Ернар сұрақ қойып еді, сен андай не деп отырсың да, кейін қарай жеке өзінен. Қара бір жайын ана нәрсе ғой. Кеп тұр ғой енді үміткер, иә. Одан кейін сыйлап, бір кездесіп көру керек. Егер әңгімемен жарасып жатса, ары қарай көре жатамыз деген сияқты сөздер ғой бұл жерде. Елдар. Саламатсыз, қош келдіңіз. Үміткерге сұрақ қойын келеді. Внимание, көп требовать етесіз бе неге жалпы? Иә. Жігіт адамына. Негізі, мысалы қарапса, Бекзат біз редко береді гүл жағынан, гүл сыйлаудан. Бәлкім бермеуі де мүмкін да негізі. Көз қарасыңыз қалай? Гүл деген әңгіме неге Елдар айтып отыр? Балауса Ол просто бір адамдар бартыр қалады, бір адамдар шын ниетке береді да гүлден неге жалпы. Ей, бартырға мен сол кезде айтқан болатын, айналайын, бартырға бермейді. Бермейді деп тағы айталайын. Бопты, қарашы жарайды. Бопты, қарашы. Негізі гүл бермегеннен көз қарасыңыз қалай неге жалпы? Сөйлесе келе негізі адам қызығушылығы болса, ол береді деп ойлаймын. Оған қарамайды негізі. Внимание негізі қатты талап етем. Екінші сұрақ, негізі сіз қызғаншақсыз ба? Иә. Просто бізде Бекзат, мына жерде біз қатысушы қыздармен контент түсіреді, тикток түсіреді, Оған қарсылығым жоқ. Оған қарсылығым жоқ. Жақсы. Ау, Ринат. Әсемге тағы бір сұрақ жіберейін. Әсем, өзің андай нені былай қалай ойлайсың? Біздің Бекзаттың бір талабы бар. Үміткер келсе, үміткермен кешкі отырыс тамаққа жайға барасыңдар ғой, соны 50-де 50 қылып төлейміз деген өзінің бір талабы бар. Оған нен қандай? Қарсымын оған. Сосын Бекзаттың сыртта дос қыздары көп. Соны қасына ертіп жүретін бір әдеті бар. Оған қалай қарайсыз? Енді қарсымын оған тоже. Негізі қызғаншақтың айтқаны ғой. Негізі ортаға шыққанды күп жүр екенсіңдер ғой бәрің, жиналып қалыпты ғой жеріне сонша жамандаған. Сұрақ қойып жүріш баласам, мына бұжайдың іші толып қалған екен шынымен ше. Ой, бірден шыға салысымен бастап отыр ғой. Негізі үзілді кесілді қарсы болғанда ажырасқанға Бекзат былай айтқан негізі. Ол қарлығаштың жағдайында айтты. Бірақ Мадина ажырасқан болса да сөйлесіп көрді негізі былай. Болмағаннан кейін қойды да негізі ұнап сабыр қылыңыз, айналайын. Бұл кісі мынандай ғой, негізі көреді. Ұнап жатса ажырасқандығына қарамайды негізінде. Енді бұл кісіге сұрақ қойып, Бекзаттың талаптарын біріп келдіңіз ғой негізі сіз, сондай әңгімелер бар екен. Енді сіздің талабыңызды білсек бола ма? Мысалы, жігіт мынандай нәрселерді істемеу керек, мынандай нәрселерді істесе мен жігітке қарамаймын деген сияқты. Қалай айтсам болады? Внимание ғой, негізі қыздардың талап ететіні. Ең бірінші вниманиесін бөлсе, внимание дегенді мен қалай түсінемін? Маған уақытын арнап, маған не обязательно подарка деген сияқты. Просто уақытын арнап, менімен нақты сөйлессе, мен ары қарай өзім алып кете аламын деп айта аламын. Негізі мен өзімнің неме жауапкершілігіме қатты алғым келмейді. Ер адам болғаннан кейін көп нәрсе күтесің ғой негізі. Әсем, қош келдіңіз. Бағана енді айтып кеттіңіз ғой, ажырасқан 2 жаста балам бар деген сияқты. Сұрақ Бекзатқа, Бекзат, сен айтып жатсың. Ажырасқан болса да енді бір көрейік деген сияқты. Бұл кісінің баласы бар екен. Егер бәрі ертең жақсы болып кетіп жатса, бұл кісі баласын қолға алса, мысалы, бала тапқандық емес, бала баққандық дейді. Біреудің баласын бауырыңа басып бағуға қалай қарайсың негізі? Әрине, ол жерде баланың ешқандай күнәсі жоқ, бала деген періште ғой. Мен ол нәрсеге қарсы емеспін негізі ше. Наоборот, асырауға, егер де барлығы күшті болып, шынымен де менің болашақ жарым ретінде көре алып жатсам, ол нәрсе маған қатты маңызды нәрсе емес. Балауса ханым, Бекзатқа қатысты бір тақырып шығып еді ғой. Неге ол жауып кетті? Қазір есіме түсіп отыр мысалы. Футболға бір қызбен барыпты дегендей. Бір әңгімен ұшып, осы жерде пайда болған еді. Осы жерде енді бізге айтқан кезде, ал сұрақ, досым деп едіңіз. Досым? Досы ғой, дос екен барлығымыз көрдік қой. Балауса ханым, осы жерде бір түсініксіз жағдай болып тұрды енді. Әсем ханым, сіз қандай сұрақ қойса да, Бекзат мынандай еді, оған қалай қарайсыз, анандай еді, оған қалай қарайсыз десе, бәріне қарсымын деп жатсыз да. Сіз сенімсіз ба Бекзатқа келгеніңізге, басқа адамға келген сияқтысыз да, сіз просто мынандай да, сіздің бүкіл айтқан нәрсеңіз Бекзаттың бойында жоқ болып тұр. Сіздің көзіңізге сонда Бекзатқа қызығушылық танытып, қарайтындай, тайға таңба басқандай көрінген қандай қасиеттері бар?
бірақ Оразғали қызық екенсіз енді. Егер де көнсе бәріне, неге бәріне көне бересің, бірден бетіңді ашып айтпайсың ба дейсіз. Ал егер де қарсы болса, неге қарсымын дейсіз, білмеймін енді. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, жоқ па?